Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін бір қысқаша тақырып. Ол мына Ресей ақпарат көздерінде тарап жатқан Ресейдің Белград қаласына Украина тарапы соққы жасады. Яғни екі тікұшақпен мұнай базасына соққы жасады деген ақпаратқа қатысты. Бүгін біздің Астана уақытымен таңғы сағат 7:30-8-дерде ресейлік телеграм арналарда, ресейлік ақпарат көздерінде Белград қаласындағы мұнай базасының өртеніп жатқан жайлы ақпарат шықты. Артынша Белград қаласының мэрі мұнай базасына Украина тарапынан соққы жасалды. Соққыны Украинаның екі тікұшағы жасады деген ақпарат таратты. Бұл ақпарат енді барлық ресейлік арналарда дәп қазір жазылып, көрсетіліп жатыр. Арнайы видеоларда көрсетілуде. Ол видеоларға назар аударатын болсақ, екі тікұшақ келіп соққы жасайтыны анық көрінеді. Бірақ бұл жерде үлкен бір сұрақ туындайды. Бұл тікұшақтар расымен де Украинанікі ме, жоқ әлде Ресейдікі ме деген. Себебі күмәндануға негіз бар. Біріншіден, егер бұл украиналық тікұшақ болатын болса, ендеше украиналық тікұшақ қалайша Ресей аумағындағы Белград қаласына аман-есен жетті? Екі тікұшақ. Жолда ПВО жүйелеріне қалайша түсіп қалмаған? Ресей соншалықты мақтайтын Панцир, Игла және тағы да басқа ПВО жүйелері қалайша украиналық тікұшақтарды аңғармаған және қалайша оларды атып түспеген деген сұрақ туындайды. Себебі назар аударатын болсақ, Украинаның шығысы, яғни қазір Украинаның шығыс шекарасы 50-70 шақырымға дейін өзінің бақылауында емес, ол Ресей әскерінің қолында, Ресей әскерінің бақылауында. Сондықтан да Ресейдің аумағына өту үшін алдымен ол жау қолындағы территориядан, яғни 50-70 шақырым жаудың қолында тұрған территорияның үстінен ұшып өтуге тиіс. Бұл бірінші. Екінші, Ресейдің аумағына кіргеннен кейін ары қарай Белград қаласына тағы 40 шақырым ұшуға тиіс. Себебі Белград қаласы Украинаның шекарасынан 40 шақырым жерде жатыр. Яғни бұлайша алып қараған кезде Белград қаласына ұшып бару үшін жау қолындағы территория мен Ресейдің аумағын қоссақ, шамамен 110-120 шақырым ұшып өту керек. Егер де дәл осындай қашықтыққа ұшып өтетін тікұшақ жүйелері ұшып өткен болса, оны қалайша ресейлік ПВО жүйелері байқамаған деген бір үлкен сұрақ туындайды. Бұл бірінші. Екінші мәселе ол ұшақтар соққы жасағаннан кейін қалайша тағы да ПВО жүйелеріне түсіп қалмай Украина аумағына кіріп үлгерген деген сұрақ туындайды. Бұл екі. Үшінші, видеоларға назар аударатын болсақ, тарап жатқан фотоларға назар аударатын болсақ, және әскери сарапшылардың сөзіне құлақ түретін болсақ, ендеше соққы жасаған тікұшақтардың кейпі, бейнесі қараңғыда түсірілген видеоға қарамастан К-52 соққы жасаушы тікұшақтарына ұқсайды. Ал К-52 тікұшақтары Украина әскерінде жоқ екені айтылады. Бұл Ресей әскерінде бар, Ресей өндіретін тікұшақтар болып саналады. Сондықтан да бұл жерде үлкен сұрақ туындайды. Расымен де соққыны Украина жасады ма, жоқ әлде Ресей өзі жасады ма? Егер де Ресей өзі жасайтын болса, оны не мақсатта жасады? Менің ойымша бұл жерде екі мақсат болуы мүмкін. Бірінші мақсат ол біздің аумағымызға шабуыл жасалды, біздің елімізге, жерімізге қауіп төніп тұр, сондықтан да біз жаппай мобилизация жасауға тиіспіз деген мәселені, сұрақты ел көлемінде ашық түрде талқылау. Неге ашық түрде? Себебі жабық түрде мобилизация қазірдің өзінде жүріп жатыр. Бірақ жабық түрде жүріп жатқандықтан сапалы әскери борышын өтеген азаматтардың санын жинау қиындыққа түсіп тұр. Сондықтан да Ресей ашық түрде мобилизация өткізуге мүдделі болуы мүмкін. Бұл бірінші. Екінші, бұл жерде мұндай әрекетке бару мүмкін қадам ол ОДКБ, яғни ұжымдық қауіпсіздік шартты ұйымына мүше мемлекеттерді қатыстыруға ұмтылу, талпыну. Егер де ОДКБ-ның шартына сүйенетін болсақ, ұрыс қимылдары ОДКБ ұйымына мүше мемлекеттердің аумағына өтетін болса, ендеше ОДКБ қандай да бір әскер жіберуге, жаңағы ОДКБ-ға мүше мемлекеттер әскер жіберу үшін сұраныс тастай алады. Сол мақсатта да жасалуы мүмкін. Ресей ол үшін біздің аумағымызға шабуыл жасалды. Міне видео дәлелдемелер бар деп, ОДКБ-ның басшылығы арқылы, ОДКБ-ның жиналысын өткізу арқылы қандай да бір әскер сұрату немесе тағы да басқа әскери іс-шараларды қабылдауға қатысты ұсыныстар жасау мүмкін.
Сондықтан да осында екі қадам арқылы Ресей бір қандай да бір арандатушылыққа барды ма дегенде күдіктер туындайды. Тағы бір мәселе бұл жерде Ресейдің шешіп алатын мәселесі ол осы арқылы өзінің әскерінің ішінде, яғни Ресейдің әскери басшылығының ішінде қазіргі таңда жабық ақпарат көздеріне сүйенетін болсақ, чистка дейді, яғни тазалау жүріп жатыр деген ақпараттар бар. Осыған сүйене отырып, ол ПВО жүйесіне, ПРО жүйесіне немесе әскери басшылықта жоғары лауазымды шенді иеленіп отырған азаматтарды жұмысынан тайдыру немесе тіпті тұтқындауға дейін қазіргі таңда Кремль қадамдар жасауы мүмкін. Енді бұл егерде Ресей өзінің жеріне, яғни өзінің мұнай базасына өзі шабуыл жасаса деген мәселе бойынша. Ал екінші жағынан алып қараған кезде, егерде Украина әскері расымен шабуыл жасаған болатын болса, өз басым ол нұсқаға сенбеймін, бірақ егерде Украина әскері шабуыл жасаған болатын болса, ендеше бұл Украина әскерінің шын мәнінде Украина ұшқыштарының өте кәсіби екендігін дәлелдейді. Бұл бір. Екінші, Ресейдің ПВО және ПРО жүйелерінің өте жаңағы сәтті жұмыс істемейтіндігінің көрсеткіші айғағы болып табылады. Себебі 110 шақырым ұшып бару және 110 шақырым ұшып қайту, екі тікұшақтың екеуі де бірде-бір жарақат алмау, сол арқылы 220 шақырымнан астам жерді басып өту, бұл үлкен кәсібиліктің көрсеткіші болуы мүмкін. Егер де расымен де шабуылды Ресей тарапы айтқан сияқты Украина жасаған болатын болса. Бұл жерде тағы бір мәселе бар, ол жанар-жағармай мәселесі. Яғни біз соққының мұнай базасына жасалғанын көріп отырмыз, ал соғыста ең маңызды дүниенің бірі ол оқ-дәріден кейін жанар-жағармай. Егер жанар-жағармай болмайтын болса, танктер жүрмейді, тікұшақтар ұшпайды, ұшақтар қалықтамайды, барлық жанар-жағармаймен жүретін техникалар тоқтап қалады. Сондықтан да бұл жерде егерде Украина жасайтын болса, ендеше соққын мұнай базасына жасалса, ендеше оны әділетті деп қарастыруға болатын шығар. Бірақ менің ойымша, Ресей тарапы айтқан нұсқаға сенім арту қисынсыздау, яғни Украина тарапы соққы жасады деген, бұл жерде соққыны Ресей тарапы өзі жасауы мүмкін. Енді қорытындылай келе айтатын дүние, бұл жерде бұл ақпаратты қаншалықты таратуға болады деген мәселе. Біздің телеарналар дәл осы ақпаратты таратпай жатқанына мен өз басым іштей риза болдым, себебі бұл ақпаратты тарату және ол ақпаратты ресейлік көзқараспен тарату, яғни Ресей жеріне Украинаның тікұшақтар шабуыл жасады деген ракурспен көрсету, ол біздің мемлекеттің қауіпсіздігі үшін дұрыс болмайтын еді. Себебі дәл осындай негізде ақпарат тарататын болсақ, ал Ресей тарапы ертең ОДКБ жиналысын өткізуге ұсыныс жасайтын болса, ендеше Қазақстан Ресей жеріне шабуыл жасағанын, Украинаның шабуыл жасағанын мойындап отыр. Ол мойындағанын біз өздері таратқан ақпарат көздерінен көре аламыз деген сынды негізде көрсету мүмкін телеарналардағы сюжеттер. Сондықтан телеарналарда бұл ақпарат жайлы мүлде айтылмағаны менің ойымша өте дұрыс қадамдардың бірі болып отыр. Жалпы қысқаша алғанда осы.